Марина Воробьева бизнесте жолы болғанымен әділдікте жолы болмаған кәсіпкер. Өз серіктестері City Project Service компаниясын рейдерлік жолмен тартып алған соң, Марина талай табалдырықты тоздырды. Антикорға арыз жазды, нақты құжаттар ұсынды. Миллиардтаған сомаға дейін жемқорлық схемаларын жайып салды. Оның айтуынша, бұл іске Ахинбаев Нұржан, Бакир Мұрат, Бекқожа Динара сияқты адамдар қатысы бар. Алайда, шындықты айтқан үшін рахмет айтудың орнына оның өзіне қарсы қылмыстық іс қозғалды. Біздің елде расында құзырлы органдар жемқорлықпен күресе ме? Әлде жемқорлық жайлы айтқан белсенділерді қудалау үшін жалақы алып отыр ма? Когда-то я верила в честность, порядочность очень многих людей, жила работой, своими трудами, много что создавала. Но на моем пути повстречались непорядочные люди. Я думала, что они такие, как я, что мы честно будем дружить, создавать что-то хорошее в этом городе, давать людям качество, техническую грамотность и все остальное. Но, оказывается, мы смотрели не в одном направлении. У многих людей не такое мышление, как, допустим, у меня. Я хочу жить честно, честно работать, честно зарабатывать деньги, честно платить налоги. В один момент я столкнулась с полностью рейдерским захватом. Когда я отказалась делать то, что мне не нравится, когда люди стали заставлять меня делать незаконные вещи. Из-за того, что я отказалась, началось полностью давление. Как у нас таким языком называется троллинг. Пытались меня унижать и перед моими сотрудниками, и перед кем-то, пытались силой захватить что-то. За один день переоформили компанию, где я была тоже также учредителем, в которую я вложила свою душу, годы, полностью не покладала рук, работала, создала команду. В один момент всех людей выгнали, все забрали, и я стучалась в разные двери, во все государственные структуры. Очень много прошла структур, но нигде не нашла ответа. Был даже такой момент, где я хотела все бросить. 2024 жылы тамыз айында біздің жүйе бағдарламамызға Шымкент қаласының тұрғыны кәсіпкер Марина Воробьева келіп бағдарламамызға түсті. Марина біздің бағдарламамызға дейін жоғарғы тұрған инстанциялардың барлығына бас прокуратура, антикор қызметкерлеріне дейін жан айқайын жеткізген. Алайда ол кісінің арызы бірде-бір құзырлы органдар тарапынан елеп ескерілмеген. Өзінің өміріне шабуыл жасалғаннан кейін, амалы қалмағаннан кейін, осылай біздің бағдарламамыз арқылы өзінің жан айқайын қалың жұртқа, жоғары тұрған инстанцияларға, президентімізге жеткізуге келіп түсті. Біздің бағдарламамызда Марина ханым тек өзінің басынан өткен оқиғаларды ашық баяндады. Яғни қалай өзінің компаниясын рейдерлік жолмен бір түннің ішінде егов арқылы ауыстырылғаны заңсыз, тіпті өзінің отбасына жасалған шабуыл жайлы, тіпті мемлекеттің миллиардтаған қаржыларының ұрланып жатқанын шырылдап жеткізіп отқанның өзінде бұл кісінің шағымын ешкім елеп ескермегені әлі жұмбақ. Неге? Кім тұр бұндай үлкен компаниялардың артында? Құзырлы органдар неге бұл кісінің арыз шағымдарын елеп ескермей жатыр? Я хотела сдаться, потому что силы были неравны. Их несколько человек, у них власть, деньги, которые они не заработали законным путем. Но в один момент я услышала голос своего отца, который мне сказал: не сдавайся. Если ты сдашься, то ты никогда не докажешь правду. Чтобы доказать правду, нужно бороться. В
тот момент я услышала про Айгуль. Я посмотрела, я увидела в ней вот эту энергетику патриотизма, энергетику любви к Казахстану, энергетику любви к нашему президенту. В ее глазах я не видела, что ей все равно. Она очень болезненно воспринимала именно мошеннические или какие-то действия, или воровство в государстве. Поэтому я пришла к ней и рассказала все как есть. Не просто рассказала, я показала ей. Но пришла я к Айгуль Орынбек, когда прошла я все инстанции. И ни в одной инстанции мне не дали нужного результата. Халық мемлекеттік сатып алу порталы арқылы ел қаржысы қалай таран-таражға түсіп жатқаны жайлы білу керек. Үлкен компаниялар тендерлер арқылы отандық өнім деп көрсетіп, алайда Қытайдың өнімін арзан бағаға алып келіп, эмблемаларын ауыстырып, мемлекетті алдап отыр. Мұндай күмәнді схемаларды құзырлы органдар неге көз жұма қарап отырғанын, неге көрсетпей отқанын алдағы уақытта білетін боламыз. Бірақ біз бұл шығарылымда бір ғана зерттеуімізді көрсетеміз. Экран бетіне Самұрық-қазына акционерлік қоғамының сатып алу порталын ашамыз. Бірінші көзге түскен лот Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының сатып алуы. Алып компания еліміздің 8 өңіріне жалпы сомасы 185 миллион 24 мың теңгеге ашық конкурс жариялаған. Нақты айтсақ, 118 дана жылжымалы бензин электростанциясын, яғни қарапайым тілмен айтқанда генератор сатып алмақ болған. Бірақ мұндағы басты талап белгілі бір брендті, яғни Омега индустриалды ғана жеткізу. Мәселе осында туындайды. Тендер шартына сай тауар отандық өнім болуы керек. Себебі елімізде отандық өндірушіге артықшылық берілген. Конкурсқа қатысушы компаниялардың өндіріс орындарын іздеген кезде олар ешқандай зауыт емес, жай ғана тұрғын үй пәтерде тіркелген. Ал жай ғана 2 бөлмелік пәтерде мынандай генераторларды ешкім өндірмейтіні бәрімізге мәлім. Осындай тәсілмен белгілі бір компаниялар Қытайдан әр қайсысы 200-300 мың теңгеге тұратын генераторларды алып келіп, біздің елде құрастырылған деп көрсетіп, мемлекетке 1,5 миллион теңгеге өткізіп отырған. Мысалы ретінде, Қазақстан темір жолы бір генераторды 1 миллион 516 мың теңгеге конкурсқа шығарған. Тіпті ашық деректерде осы сома бойынша 55 миллион теңге алдын ала төлем ретінде жеткізушіге аударылып кеткенінде көрсетілген. Біз бұл тауардың бағасын басқа да сайттардан салыстырып көру үшін іздендік. Каспий дүкенінде бұл генератор 359 мың теңгеден сатылып тұр. Ал Алибабада $300, яғни 200 мың теңге шамасында. Бір генераторды бірнеше есе жоғары көрсетіп, сатып алып отырса, ұлттық компаниялар мемлекетті ашық тонап отыр деген сөз емес пе? Бұл бір ғана мысал. Қаншама осындай алдын ала келісілген тендерлер ұлттық компаниялардың ішінде жүріп жатыр. Ал тендерге қатысып жүрген делдал компаниялар нақты тауар өндіруші емес, жай ғана үстінен пайда көріп отырған бизнес құрылымдар. Олар өнімнің отандық екенін дәлелдейтін қағазын реттеп алып, мемлекеттік сатып алуда сыбайластары арқылы жеңіске жетіп отырады. Ең қиыны, бұларды ешкім тексеріп жатқан жоқ. Құзырлы органдар өз өніміміз деп алдап мемлекеттік қыруар шығынға батырып отырғандарға неге шара қолданбай отыр? Әділетті Қазақстан құрамыз десек, ең алдымен осындай жүйедегі былықтардың түбіне үңілуіміз керек. Ал әділдік іздеймін жобасы бұл жолы жемқорлықтың астыртын схемалары мен мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі әділетсіздіктерді көрсетуді мақсат етті. Себебі мемлекеттің ақшасын ұрлау әрбір салық төлеушінің қалтасына қол салумен бірдей. Ал біз
үнсіз қалсақ, жүйе өзгермейді. Я пришла еще к Айгуль, потому что уже было покушение на меня, покушение на мою жизнь, угрозы моей семье, моим детям, моим родным. Это уже не просто так. И судя по тому, что были угрозы мне, моей семье, и меня никто не мог защитить из государственных органов. Никто, абсолютно. Это просто до смешного доходит. И я поняла, что нужно сделать что-то другое, что-то особенное, чтобы донести до государственных структур вышестоящих, чтобы побороть данную коррупцию. Я пришла уже от безвыходности, потому что мне некуда было уже идти. Поэтому после нашего выхода в видео у нас начали сдвигаться точки хотя бы. Меня начали слышать, увидели, что происходит хищение, стали спрашивать. Да, я компанию не вернула или что-то там еще не было, но я, по крайней мере, доказала, что я не крала, не воровала, и я научилась бороться, я стала сильнее, чем была ранее. Я научилась понимать, что вокруг предатели есть и воры, что нужно быть бдительными. И также хочу всем сказать, ребята, за правду нужно бороться. Если вы видите эту правду, за эту правду вам необходимо бороться, доносить. Если все будут молчать и опускать руки, что будет с людьми, со страной? Что будет? Ничего не будет. А когда люди будут все честно жить, уважать друг друга, никакие распри, ничего не будет, поддерживать друг друга, помогать друг другу. Государственные органы будут работать в нужном направлении, в помощь сотрудникам, таким же, как они, не бить по рукам сотрудников. Ведь очень много в органах власти работают люди нормальные, которые хотят работать, но вышестоящее начальство им не дает. В прошлом году я обратилась к Айгуль, колоссально сдвинулась с места, причем все. И давление на меня усилилось. Ну, это понятно, люди боятся знать правду, люди не хотят, чтобы эту правду знали про них. Возбудили уголовное дело на меня, причем незаконно. Вот все, что можно нарушить в этом возбуждении, это было нарушено все, абсолютно, вот от начала до конца. Это просто вот почитать, это вот смешно, это я не знаю, как такое возможно вообще под Алматой, мне, где я живу в Чимкенте, причем возбудили так, чтобы я об этом не знала. Как так, подводили. Причем я сама уже искала, после того, как я это все узнала, я сама искала данных следователей. Это до смешного прям. После этого на них также возбудили уголовные дела. Конечно, не по всем эпизодам, как хотелось бы. Я очень благодарна следователю антикоррупционной службы. Очень грамотно подошли. Один человек уже находится в следственном изоляторе, второй человек находится под домашним арестом. Кстати, он предоставил какую-то справку по какой-то болезни, что нужно выяснить еще на данный момент. Дальше больше пока разглашать ничего не могу. Қамауда отырған күдікті Мұрат деген кісі өзін ақтау мақсатында біздің еліміздің алдындағы бірнеше белсенділерге барып, өзінің сүттен ақ, судан таза екенін көрсеткісі келді. Яғни бұл жерде кез келген адам дұрыс өзінің құқығын қорғау керек, алайда солардың емін еркін солай тайраңдап жүруіне де біздің жергілікті жердегі прокуратура қалайша мүмкіндік беріп қойды. Яғни Марина жүйе бағдарламасына келгенге дейін ол кісілер емін еркін тайраңдап жүрді десек те болады. Ассалаумағалейкум, бүгін мінекей 15 желтоқсан 2024 жыл біз қазір Шымкент қаласындамыз. Артымда тұрған Шымкент қаласының полиция департаменті ШПД.
Өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум Бақытжан аға. Есімім Мұрат болады. Мен Қаттырақ айта беріңіз. есімім Мұрат болады. Шымкент қаласынан кәсіпкермін. Мәке, қандай проблема, не үшін шақырдыңыз? Менің мәселем, менің проблемам Күдіктілер өздерінің заңсыз іс-әрекеттерін қоғам алдында өздерін ақтау арқылы мемлекеттен ұрланған миллиардтаған қаржыларды біз ұрлаған жоқпыз деп айту үшін солай интернетке шығып өздерін ақтау мақсатында неше түрлі құйтырқы әрекеттерін жасады. Яғни оның барлығы жергілікті құзырлы органдар біліп отырды және мүмкіндік беріп отырды. Енді қазіргі таңда Маринаның өміріне әлі де қауіп төніп тұр. Сол себепті жоғары тұрған құзырлы органдар, бас прокуратура бұл іске жіті назарын аударады деген ойдамын. Тағы бір айта кететін дүние, біз жай ғана бір-екі лотты ғана айттық, бір-екі лотты ғана көрсеттік, бір-екі лотқа ғана қазіргі таңда қылмыстық іс ашылды. Алайда біздің қолымызда 50-ден аса лот дәл осылай отандық өнім деп шетелден алып келіп эмблемасын ауыстырып жасалынып жатқан тауарлар. Яғни біздің қолымызда құжат ретінде 50-ден астам лоттар бар. Бұның барлығына құқықтық баға берілу керек. Қылмыстық іс ашылу керек. Мемлекеттің миллиардтаған желініп жатқан ақшасы қазынаға қайту керек. Біздің талабымыз осы. Халық мемлекетіміздің әрбір тиынына есеп сұраған күні ғана бізде әділетті Қазақстан орнайды. Нашим государственным органам прошу отметить и взять во внимание компанию ЦССТ. В открытом доступе все есть данные. В квазигосударственных закупках происходит хищение. Прям по фактам, по лотам, все есть документально. Я ничего нигде не беру. Пожалуйста, любой человек может зайти и посмотреть. Будьте честны. Как говорит наш президент, каждый гражданин должен быть честен. Вот если я где-то как-то помогу стать нескольким людям честнее и помогу нашему государственному бюджету, я буду знать, что я живу не зря. Значит, в этом мое предназначение. Но еще раз повторюсь, это все пришло в борьбе. В борьбе, когда выхода уже не было. Уже был такой пик, что я хотела сдаться, но я хотела доказать, что я достойная дочь своего отца. Шындықты жариялаған үшін соттың жазасына іліккен кәсіпкердің ісін қараған Шымкент қаласының судьясы Елубаева. Ол Воробьеваны моральдық өтемақы төлеуге міндеттеп, подкасттағы сөзінен бас тартуды талап етті. Апелляциялық сот бұл шешімді күшінде қалдырды. Судья Виталий Мирошников бастаған сот алқасында шындықты айтқан адамды жазалауды жөн деп тапты. Сот Маринаның аузына қақпақ болуға тырысқандай әсер қалдырады. Бұл жүйенің шындықты емес, жемқорлықты қорғап тұрғанының көрінісі ме? Бірақ бұл тек Шымкенттегі сот ісі ғана емес. Воробьева жариялаған бір дерек Интергаз-Азия компаниясына қатысты газ краны бойынша күмәнді келісім Астанадағы сотқа жетіп сот шешімімен бұзылды. Яғни оның келтірген деректерінің кем дегенде бір бөлігі ресми түрде дәлелін тапты. Бұл қылмыс болғанын жоғарғы сот органдары да мойындап отырғанын көрсетеді. Марина ханым, сіз біздің видеоға келіп түскен кезде сіз басыңыздан өтіп жатқан оқиғаны айтып бердіңіз. Мысалы, сіз мемлекеттен миллиардтап ұрланып жатқан қаржыларды тергеу амалдары дұрыс жасалмай жатқан, тіпті сіздің өміріңізге қастандық жасалғаны жайлы
сіздің компанияңыздың соны арқылы аударылып кеткені жайлы. Оның барлығы шындық қой. Сіздің басыңызда шынында да сіздің арызыңызбен қылмыстық іс болып жатыр ғой. Ол несі өтірік? Да. Почему я пришла к вам, Айгуль? Потому что, да, действительно, это может быть, кому-то вы не поверите, но это так произошло. Было и покушение на меня, и стреляли, и есть заявление, и за один день забрали компанию путем взлома ЭЦП. Мы это все прошли уже. Прошли, действительно, прошли от этой несправедливости, прошли от рейдерского захвата, который никто не хотел понимать, принимать, но в итоге все приняли, но по некоторым вещам тоже сдвижек не было. Прошлого видео вышло, которое 25 августа 2024 года, где я вам именно рассказывала о всех незаконных действиях группы людей в лице Ахимбаева Нуржана, Бакир Мурата и Беккужа Динары, где также предоставила все факты о хищении в квазигосударственных закупках и бездействии органов власти. По данному решению суда я должна еще дать опровержение. О чем? Вот опровержение и оплатить штраф. Это я вам могу сказать, еще и я не одна, а вместе с вами оплатить штраф, порочащий честь и достоинство. При этом на данных людей возбуждены уголовные дела. Один из них находится в СИЗО, второй находится под домашним арестом. Марина, мен сізге сұрақ қойыншы. Маған да шешім шығарды, иә, сот бойынша. Дұрыс па? Мені сотқа неге шақырмаған? Я не знаю. Вы просто задавали вопросы. Жарайды, мен сізге сұрақ қойып отырдым. Сұрақ қойған үшін маған да шешім шығарып отыр ғой сот, Елеубаева. Да, судья Елеубаева так не считает. Она не захотела посмотреть ни один наш довод. Нет, жақсы, сұрақ қойыншы мен Елеубаева ханымға. Құрметті Елеубаева ханым, сізге сұрақ. Маған сіз шешім шығарғансыз, бірақ сотқа мені шақырмағансыз. Бірде-бір сотқа мен қатысқан жоқпын. Және мына ұсынып отқан Марина ханым маған қазір біраз құжаттарды ұсынды, экспертизаны ұсынды. Экспертизада мен жайлы бірде-бір сұрақ жоқ, тіпті мен жайлы бірде-бір сөз жоқ. Яғни азаматтардың абыройына нұқсан келтіреді деген бірде-бір сөз жоқ. Тек қана 3 миллиард па деп сұрақ қойылған менің сөзімде. Экспертизада сол ғана сұрақ бар да, сол 3 миллиард па деп сұрағаным үшін сіз маған осындай соттың шешімін шығарып тұрсыз ба? Менің сөздерімде қай жерде Ахимбаевтың ар-намысын қорлауды көріп тұрсыз? Және сіз неге мені сотқа шақырмай, мен сыртымнан шешім шығарғасыз? Және қандай экспертиза қорытындысына сүйеніп, сіз дәл қазір маған осыншалықты айыппұл төлеу керек деп отырсыз? Бұл деген адам құқығын таптау емес па? Бұл дегеніміз сөз бостандығына сұрақ қою құқығына шектеу қою емес па, Елеубаева ханым? Марина, апелляция болды ма? Я. Ол жақ не деді? Мы подали апелляцию, но и тут нас тоже не услышали. Оставила силу решения первой инстанции. Но это так очень странно, и я пользуюсь тайной следствия, я не могу дать опровержение их деяниям. Получается, уважаемые коллеги апелляционной инстанции суда под председательством судьи Мирошниченко Виталия прямо подталкивает меня на преступление, а именно разглашение тайны следствия. Ну, все наше, что мы с вами говорили в прошлом видео, ведь подтвердилось. Возбуждены уголовные дела. Онда ашық айта берейік та қылмыстық іс жайлы. Вот, и я не пойму, как это судья может нас заставить разглашение. Вот, и апелляцию рұқсат беріп тұр ғой, айт деп айтайық. Без изменений остались, поэтому мы будем решать вопросы, уже в Верховные суды подавать, мы на этом не остановимся. Ну, если нужно заплатить штраф,
Я заплачу штраф, чтобы за правду в Казахстане нужно платить. Мынау деген қызық түсірілім болайын деп тұр. Мынаны жоғарғы сот, біздің еліміздің бас прокуратурасы, президент әкімшілігі көру керек. Біздің елімізде қылмыстық іс қозғалып жатыр, дұрыс жүрмей жатыр. Мемлекетіміздің миллиардтаған қаржылары ұрланып жатыр деп айтуға болмайды. Себебі біздің Шымкент қаласының соттары қылмыстық іс болып жатса да, сен қылмыстық іс болып жатса да, соған видео түсіріп, соның бәрін жоққа шығару керексің деп саған шешім шығарып береді. Не деген керемет жағдай, мынаның бәрі Қазақстанда болып жатыр. Таң қалмаймын, Шымкент қой. Да. Прокуратураға арыз жаздыңыздар ма, Марина, мына бойынша? Вообще, очень много интересного же было. После моего же опубликованного вами видео на меня возбудили уголовные дела. Дело возбудили по хищению. Но что суть интересно? Возбудили уголовное дело под Алматой, что уже является нарушением. При этом меня никто ни разу не вызывал никуда. Никогда не вызывал ни на один допрос. Я вообще не знала об этом. Я просто случайно узнала от пограничников. Марина, сонда сен аузыңды қылмыстық іс ашып жапқысы келді ғой. Енді покушение жасалды, болмады. Да. Енді қылмыстық іс ашсақ, ауыз жабылады деп ойлады ғой. Мы пережили очень много за это время. И не только покушения, угрозы, давление. Вы знаете, доказать, оказывается, правду – это огромная борьба. Просто это… Я стала настолько, мне кажется, сильной, что не могу передать словами, что мы пережили за весь этот период. Не только покушение на меня было, но также на меня было давление, на меня возбудили уголовное дело против меня. Почему-то зарегистрирован, говорю, вас в Алмате. Что уже является нарушением. Поставили незаконно меня на Беркут, на невыезд. Причем я об этом не знала, меня никто не вызывал. Это я вообще узнала от пограничников чисто случайно. И представляете, не следователь меня искал, когда возбуждение, а я искала следователя целых 3 дня. Кто же все-таки возбудил на меня уголовное дело? Я его сама нашла. Сама нашла в Алмате, под Алматой. Позвонила ему, сказала: здравствуйте, вы на меня возбудили уголовное дело. Это вообще, это нонсенс, это вообще смешно. Во-первых, почему вы возбудили под Алматой? Я проживаю в Шымкенте. Потом, на каком основании вы поставили Беркут, мне запрет на выезд, если я не признана никем, ни подозреваемой, ни обвиняемой или кем-то? Почему вы не уведомили меня ни в чем? Следователь не смог ни на что ей ответить. Тогда я сказала, что я посылаю к вам своих адвокатов с ознакомлением, что быстренько следователь отказался от этого дела и передал в Шымкент. Месяц в Шымкенте я тоже искала, где же мое дело. Вы представляете, кто-нибудь когда-нибудь вообще было такое, что вы ищете следователя? Кто на меня возбудил уголовное дело? Марина, қараңызшы, мемлекетте жемқорлықпен күресу, ақиқатпен күресу өте қиын. Кейде көрермендер айтады, менің жүйе бағдарламасында әділдік іздеймін, ой, отырып алып оттай береді деген әңгімелер жазады да, бірақ мойындадыңыз ғой, өте қиын ғой мынандай әділдік іздеу, жемқорлықпен күресу. Мысалы, сізге қылмыстық іс ашылды, сіз кім екенін білмейсіз, қайда екенін білмейсіз. Сіздің аузыңызды жабу үшін, сізді қорқыту үшін біздің елде қылмыстық істі аша салды. Алматыға сұрап бардыңыз тергеушіні, бірақ алды да Шымкентке аударып бере салды. Ішінде не бар екен қылмыстық істің? В Шымкентское дело предоставили экспертизу и аудит. Аудит, в котором написано черным по белому, данный аудит не является аудитом. При этом по этому данному аудиту, не аудиту, была сделана экспертиза, в которой не написано, сколько хищения, что хищение, как хищение. Но именно сол аудиторские заключения бойынша іс ашылған. Да, в аудите прям черным по белому написано. Аудит не является аудитом, а это личное мнение какого-то эксперта.
Но по нему возбудили уголовное дело 2 раза. Первый раз за недостаточную доказательную, при этом в экспертизе еще содержался в аудите математическая ошибка, там на несколько миллиардов. Ой, это математическая ошибка. Следователь, читая, просто поражался вообще, он не знал, что делать. Потому что на все вопросы, которые он задавал, я предоставляла документы. Это не документы, не просто документы. Доказательства. Доказательства документальные, понимаете? Есть такое поверье, у денег всегда есть путь. Поэтому, если я этого не делала, как вы можете мне нарисовать тот путь, который я не ходила? Поэтому на все вопросы, которые они ответили, я показывала документы, банковские документы, чеки фискальные. Ни одного вопроса к следователю у меня больше после этого не возникло. Поэтому они и закрыли дело. Қолдан жасалған қылмыстық істі біздің Шымкентте жергілікті жердегі тергеушілер қысқартты, дұрыс па? Причем, Айгуля, я, знаете, вам еще хочу сказать, это дело же сразу возникло после возбуждения же дела в Антикор. То есть данным уголовным делом они хотели оказать на меня давление, покушение не удалось, это меня ничем не запугать. Марина, таңғалмаңыз. Сіз егер де қылмыстың куәгері боласыз ба, сіз қылмыстық істі ашасыз ба осы жерде? Миллиардтаған қаржыларды, жемқорлықты ашасыз ба? Сіздің үстіңізден қылмыстық іс ашылады, бірден ашылады. Бұл Қазақстан, бұл Шымкент, ол солай болу керек. Бұл жерде миллиардтаған қаржыны ешкім сұрамау керек, біреудің қылмысын ашпау керек. Түсінтірсіз ба? Сіз егер де бірден біреудің қылмысын аштыңыз ба, миллиардтаған қаржыларды, жемқорлықты аштыңыз ба, сіздің үстіңізден қылмыстық іс ашылады, сізді сотқа береді, ар-намысын таптады деп. Ал ол қылмыскерлер миллиардтаған қаржыларды жоғарыға тасиды да, содан кейін бостандықта тайраңдап жүреді. Марина, біздің елімізде жемқорлықпен күресу, жымқырылған қаражаттармен күресу қаншалықты қиын? Прошлое мое видео, то, что мы вот с вами рассказали, логическое завершение получило только 1 из 60 договоров. Яғни 60 келісімшарттың 1-2 ғана қылмыстық іс болып тіркелді ғой, е? Да. Также я хочу еще раз сказать, что я не отказываюсь от своих слов. Еще раз повторяю. Слова мои, которые сказала ранее, я от них не отказываюсь. А следствие и суд, наш уголовная инстанция города Астаны, сам решит, кто прав, а кто виноват. Также предоставляю решение вам, Айгуль, апелляционного суда по компании заявлению на City Project Service. Вот. Я вам сейчас покажу его. Вот решение, то есть мы смогли с вами добиться то, что предоставили решение апелляционного суда города Астаны по делу о газовых кранах в Интергаз Азия. Бұл не шешім? Данное решение суда говорит о том, что компания City Project Service является недобросовестным поставщиком квазигосударственных закупок. Яғни бұл жерде көрсетіліп тұр ғой, Вот, барлығы шешіммен. Но при этом до сих пор и по сей день оно стоит в реестре товаропроизводителей. Это есть в общем доступе, я ничего не беру, ничего, это любой человек может посмотреть. И решение суда, кстати, тоже можно посмотреть, где черным по белому все написано. Ну, и еще вот хочу вам сказать, прошлое наше видео, которое вышло, все равно я могу нас с вами обоих поздравить, мы предотвратили хищение, я озвучила закупку на генераторы, которые X10 была закупка в Казахстан Тимиржулы. Благодарю транспортную прокуратуру, многоуважаемую, они сразу связались со мной, отменили, кстати, закупку, тем самым мы с вами не дали похищению средств с нашего казахстанского бюджета в какие-то непонятные на чьи-то нужды. Поэтому они остались на родине. Эту закупку отменили, и транспортная прокуратура связалась со мной, повторно все спросили, уточнили, я все показала, все поблагодарили меня, что я очень благодарна. Мемлекетімізде қаржы қалды ғой.
яғни біздің видеомыздың арқасында, Я. дұрыс па? Да, так что Енді Елубаева ханымға басымызды бұрайық. Марина бізге айтты ғой, сот бізді қазір мәжбүрлеп отыр видео түсіруге. Видео түсірейікші? Елубаева ханым үшін. Марина ханым, не деді? Біз өткен видеода айттық қой, мемлекеттен қаржы ұрланып жатыр ма? Жымқырылып жатыр. Жымқырылып жатыр, бірақ транспортный прокуратура оны анықтады. Елубаева ханым, біз енді нені жоққа шығаруымыз керек? Сіздің өміріңізге қастандық жасалды. Біз енді соны жасалған жоқ деп жоққа шығаруымыз керек па? Біздің видеода өткенде осының барлығы айтылды, енді соның барлығын мен Елубаева ханымнан сұрауым керек. Себебі Елубаева ханым өзінің решениясында нақты көрсетпеген, мен нені жоққа шығаруым керек екенін. Айгүл Орынбек өзінің видеосында мынандай сөздерді жоққа шығарсын деп Елубаева ханым көрсетпеген. Мен нені жоққа шығаруым керек? Мемлекеттен миллиардтаған қаржылар ұрланып жатқан жоққа шығаруым керек па? Шынында да қылмыстық іс ашылғанын жоққа шығаруым керек па? Решениеде неге соны толық жазып көрсетпегенсіз? Айгүл Орынбек ханым, мысалы, мына дүниені дұрыс айтқан жоқ, мына дүниені дұрыс айтқан жоқ, мына дүниені дұрыс айтқан жоқ деп. Және біріншіден мен ол видеоны қазақ тілінде сұрақ қойып отырып түсірдім. Бұл жерде менің тілдік құқығым бұзылып жатыр. Құрметті Елубаева ханым, азаматтық сотта сіздер бірінші маған арыздың көшірмесін қазақ тілінде жіберу керек едіңіздер. Экспертизаның көшірмесін қазақ тілінде жіберу керек едіңіздер. Оның барлығы қайда, неге маған жіберілмеген, неге менің құқығым тапталып отыр? Төрағалық еткен алқалық сот. Мирошкин мырза, неге сіздер менің құқығымды таптап отырсыздар? Енді экспертизада маған бірде-бір айып тағылып отқан жоқ. Бірақ решение, шешімді оқысам, Айгүл Орынбек 3 миллиард деген сұрақ қойғаны үшін біреудің ар намысын таптады деп шешім шығарып қойған. Елубаева ханым, сіз нақты өзіңіздің шешіміңізде Айгүл Орынбек осыншама қаражат төлеу керек дегенсіз де, біреудің ар намысын таптады дегенсіз. Мен біреудің ар намысын қалай таптадым? Мен сұрақ қою арқылы таптадым ба? Нақты көрсетіп, маған шығарған шешіміңізді түсіндіріп беруіңізді сұраймын. Біз Біріккен ұлттар ұйымына кіріп, біздің елімізде адам құқығы сақталған, сөз бостандығына шектеу жоқ деп мақтанамыз. Алайда біздің елімізде ашылған қылмыстық істер бойынша олар дұрыс жүргізілмей жатса, біз жариялық принципін қолдана алмайтынымызға мен тағы да көзім жетіп отыр. Себебі мен 3 миллиард жымқырылған ба деп сұрақ қойғаным үшін қазіргі таңда Елубаева ханым маған осындай шешім шығарып беріп отыр. Яғни біздің елімізде сөз бостандығына шектеу қою әлі де жалғасуда деген сөз бұл. Өткенде маған көрсетілген құжаттарда бірнеше компаниялар болды ғой. Жаңағы бір ғана компания емес, ол жерде жаңағы көптеген генераторлардың қайда, қалай қойылып жатқанын көрсеттің ғой. Антикор бүкіл жаңағы факты бойынша іс қозғады ма, әлде тек қана осы Шымкент қаласына тоқтап қалып отыр ма бұлай? это только одно уголовное дело, а их более 50. Поэтому я прошу, уважаемый Асхат Жумагалиевич, проверьте все эти лоты. Там найдутся схемы хищения и коррупции составляющие. Вы сами все увидите. Я неоднократно писала вам полностью по списку все, но их более 50. Еще раз хочу повторить, я прошу вас не останавливаться, а продолжить, так как только антикоррупционная служба смогла разобраться в этом, достигнуть какого-то апогея, разобраться. Это очень нелегкий процесс, я знаю, и технически нелегкий. Но ребята с антикоррупционной службы просто молодцы. Хочу отдельно отметить город Тарас, Шымкент и Ақтөбе. Марина, мен өзім сіздің мына әңгімеңізден кейін арнайы Ақтөбе облысында тергеп-тексеру амалдарын жүргізіп жатқан антикор қызметкері Айна ханымға арнайы рахмет айтқым келеді. Себебі мен сіздердің тергеліп жатқан істеріңіздің барлығынан хабарым бар. Бұл жерде қылмыстың құрамы бар деп толық айта аламын. Кейбір прокурорлар көрмей отқан шығар. Бізде бар ғой, көрмей алатын прокурорлар бар, соқыр прокурорлар бар.
көрмей отқан шығар, но бұл жерде қылмыстың құрамы бар. Мемлекетімізден миллиардтар жымқырылып жатыр. Бұл жайлы мен сіздің шағымыңызды мына іс жайлы справканы мен президент әкімшілігіне де ұсынғанмын. Біздің мемлекеттен миллиардтаған қаржылар қалай жымқырылып жатқан, алдағы уақытта сапасыз заттар, мынау газовый колонкалар бар ғой, солардың кесірінде алдағы уақытта ауыл аймақта стратегиялық объектілерде жарылыс болуы мүмкін екенін ескерткенмін президент әкімшілігінің бір қызметкеріне. Алдағы уақытта оның барлығы тергеп тексеру амалдарын жүргізіп, мынау 60 объектінің, 60 лот қой, где-то, да? 60 лоттың шешімі шығады деген ойдамын. Енді бұл жерде Асхат Жұмағали мырза ұйықтамау керек, жақсылап жұмыс істеу керек. Себебі тек қана 1-2 лот ашылып, қалған миллиардтар ашылмай қалса, бұл елімізге үлкен қауіп төндіреді. Енді квази мемлекеттік сатып алулар порталында сіз жақсы білесіз. Яғни мемлекетті жымқырып тонап жатқандар жайлы сіздерде тағы да фактілер бар ма? Бар факт. Факты по хищению, конечно же, есть. Компания ЦССТ, вы можете посмотреть все это в открытом доступе. Соны, Марина, мына халыққа түсінікті болу үшін, кейін, мысалы, мынаны, яғни бүкіл фактілермен көрсетіп бере аласыз ғой, қалай болып жатқанын бәріне. Қазақ түсінсін деп жатырмын да, біздің қазақ халқы мемлекетімізден қалай миллиардтаған қаржылар ұрланып жатқан жайлы. Да, Игуль, конечно же, вы правы. Почему мы должны платить налоги, когда где-то и кто-то ворует миллиардами? Сол ғой, кім, надан кейін мысалы мен салық төлегім келмейді, мына жақта миллиардтаған қаржылар мемлекеттен осылай ұрланып жатыр, квази-государственный жаңағы мекемелер арқылы. Неге біз енді оларға мүмкіндік беріп қойғанбыз? Менеджерлер миллиардтап, миллиондап айлық алады. Осы халық осылардың айлығын санау керек. Мынау самұрық арқылы өткізілетін мынау тендерлер ғой, негізі дұрыс па? Осылар тендерлерді миллиардтап өткізеді да, соңында бұл қаражаттар сұралмайды. Дәл самұрықта жұмыс істейтін менеджерлердің айлығын көрсеңіз, шыны керек шошисың. Ол менеджерлерге берілетін бонустарды 30-40 миллиондап алатын бонустарды көрсең тіпті шошисың. Ондай бізге квази-государственный мекемелер, самұрық қазына сияқты керек емес, шыны керек ше. Бұлай миллиардтап жегізіп қойып қарап отыратын болса ше. Марина, сіз маған Астананың соттың шешімін беріп отырсыз. Мен мына жерде оқып жаңағыдай танысып отырмын да, мына жерде жазып қойған. Соттар баға беріп отыр шешімінде. Наряду с изложенным коллегия считает необходимым отметить, что анализируемый товар, предназначение на производстве к запору газа является стратегическим важным. Его несоответствие может привести к крайне негативным последствиям как для самого заказчика, так и в целом для интересов населения. Яғни сапасыз заттар, сапасыз қойылған заттар алдағы уақытта ауыл аймаққа қауіп төндіріп тұр деп жаңағы менің айқайлап жатқан жан даусымды мынау Астана соттары айтып тұр ғой нақты. Дұрыс па? Дұрыс. Яғни бұлар өздері Қазақстанда өндіріп жатырмыз деп Қытайдан сапасыз заттарды әкеліп қойып, мынау деген ертең біздің елімізге қауіп төндіріп тұр ғой. Бұны нақты соттың шешімімен жазып тұр ғой мына жерде. Енді мына жерде еліміздің қауіпсіздігіне қауіп төндіріп тұрғасын бұл жерде ұлттық қауіпсіздік комитеті назарға алу керек қой мына шешімді. Неге тек қана біз мемлекеттің қаржыларын ғана қазір біз назарға алып мемлекеттің қаржыларын сұрап жатырмыз да, енді мынау сапасыз қойылған заттар елімізге қауіп төндіріп тұрғаннан кейін ұлттық қауіпсіздік комитеті қайда қарап отыр? Неге мына елімізде қойылып жатқан сапасыз заттарға көңіл бөлмейді? Сіз тағы осындай компанияларды білесіз бе? Осындай сапасыз заттар алып келіп жатқан. Қандай компания? Мынау ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысу керек. Компания ЦССТ. Ол да осылай сапасыз заттарды алып келіп жатыр ма? Қайда әкеп қойып жатыр?
Вот они не остановились, продолжили совершать, не боясь никаких проверок от государственных жоқ, органов. қандай мекемеге қойып жатыр мынау СССТ деген компания? Сізде хабарыңыз бар ма? Именно, да, вот продолжала совершать именно в национальной компании, вот Казатомпром и ее дочерних предприятиях. Яғни которые- біздің елімізде мынау Созақтағы Қазатомпромда ма? Да. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ермек Алдабергенов мырза, сіз мына мәселені назарға алмасаңыз, алдағы уақытта еліміздің үлкен Қазатомпром ұлттық компанияларына қауіп төніп тұр. Тек қана компанияның қызметкерлеріне емес, сол компания орналасқан ауыл аймаққа өте үлкен қауіп төніп тұр. Себебі өте сапасыз жасалынған заттарды біздің сол Қазатомпром ұлттық компанияларына әкеп орналастырып жатыр. Вот закупка. Вы увидите на экране номер лота. Кто заказчик и кто поставщик. Эта компания предоставила документы, что она является производителем компрессора с высокими технологическими характеристиками, который на данный момент может поставлять только одна компания, компания Atlas Copco. И цена данного компрессора на рынке ниже в 2 раза, чем сумма закупки. На портале видно, что поставщик поставил товар и предоставил документацию СТКЗ. А также видно акты приемки заказчиком и по закону поставки среди ТПХ. Оплата была также произведена в течение 10 дней с момента подтверждения заказчиком. Казатомпром – стратегический и национальный объект, который, как я вообще знаю, курирует Комитет национальной безопасности. Прошу руководство КНБ в лице Ермека Сагинбаева и Генеральную прокуратуру проверить данную компанию ЦССТ на все возможные закупки. Марина, біз енді видеоны опроверждение бердік қой да? Шығардық Да. қой? Елубаева ханым, ризасыз ба? Біз сіздің шешіміңізді орындадық, бірақ сіз бізге өзіңіздің шешіміңізде нені жоққа шығару керек екенін айтпағансыз, бірақ біз сонда да видео түсір дегесін түсірдік. Нақты маған қандай талап қойғаныңыз белгісіз шешімде, бірақ сіз шешім шығарғаннан кейін видео түсіруге тура келіп тұр. Біздің видеомыз сізге ұнайды деген ойдамыз. Жақсылап көріңіз, баға беріңіз. Елубаева ханым, алдағы уақытта осындай шешімдер шығаратын кезде адам құқығын таптамаңыздар. Марина, сен де Елубаева ханымға. Госпожа Елубаева, вы так хотели, чтобы я дала опровержение. Думаю, наше опровержение вам очень понравилось. Мы старались. Мы очень старались. Как всегда, ничего здесь мы не обманули. Все опять документально, все в общем доступе, где может посмотреть каждый человек. Поэтому вам советую хорошо изучать дела, читать и не ущемлять права человека, который несет правду и только правду для Казахстана. Госпожа Елубаева, уважаемая, я вам заявляю, вы попросили меня дать опровержение. Я заявляю, что я от ранее сказанных своих слов в прошлом видео не отказываюсь. Еще больше могу их еще раз повторить. Елубаева ханым, бұл кісі қалай өзінің сөзінен отказ жасайды? Егер де қылмыстық іс ашылған болса Антигорда, адамдар қамалған болса, алдағы уақытта тек қана бір емес, бірнеше қылмыстық іс ашылатын болса, біз өз сөзімізден қалай бас тартамыз? Воробьеваға жасалған қысым мұнымен шектелмейді. Оған тіпті шекарадан шығуға тыйым салынды. Алматыда оған қатысты қылмыстық іс 2 рет қозғалып, 2 рет тоқтатылғанымен нақты айып тағылмаған. Бірақ ол қадағалаудағы адам. Бұл нені білдіреді?
шындықты айтқандарды жазалайтын құзырлылардың ерекше айласы ма, әлде қоғамды қорқытып ұстаудың жаңа тәсілі ме? В нашей стране, я думаю, вы же хотите честность, я думаю, что нелегко бороться с коррупцией. Я бы сказала, знаете, когда я видела такие ситуации со стороны, я не думала, что так трудно будет. А когда сам сталкиваешься с такой коррупцией, это очень нелегко. Очень нелегко доказать, что ты прав. Очень нелегко добиться какого-то желаемого результата. Поэтому вот Айгуль Орынбек, у нее очень непростая работа. Это у меня вот одно дело, а и таких дел сколько много. И каждое дело нужно проживать. Проживать и добиваться справедливости, вложить свой труд, энергию, мысли, думать о законности. Потому что видите, как вот у нас бывает, мы выпустили видео, мы вернули в государство деньги, а на нас подали в суд на выплату. Ну, это же тоже несправедливо. Вот сейчас с этим нужно бороться. Нужно опять доказывать свою правоту в том, что мы были правы. И всегда право на жизнь, право на честность даже есть, вы знаете, есть право на честность. Я советую всем людям бороться за свои права, бороться и быть честным. Это самое главное. Еще раз повторюсь, как сказал наш президент. И если таких активистов будет побольше, вот как Айгуль Орынбек, это ведь все со стороны думают, что это очень легко. Нет, вы знаете, я испытала на себе это все. А я представляю в масштабном плане, как это. И я представляю, как нашим государственным некоторым органам тоже трудно. Ведь сколько у нас происходят хищения, им тоже трудно это уследить. Где-то это очень большой процесс работы, вы не представляете. Я вот еще раз отметить, я была восхищена девушкой с Актобе, с антикоррупционной службы, какая она молодец, какой она патриот своей страны. Со стороны следователя была восхищена, какой он грамотный. У нас очень много хороших ребят. И я прошу, чтобы всех их поддерживали, и они все борются, они все патриоты своего Казахстана. И я очень благодарна Айгуль Орынбек. Она многому, что ее видео доносят до народа, до нашей государственности. Ведь итог, корень всего внутри и данных активистов, как она, это патриотизм. Понимаете? Патриотизм. Как хорошо и как выгодно Казахстану. Что она хочет лучшее для Казахстана. Ведь она ничего для себя ведь не просит в видео где-то или что-то. Она просто хочет донести до народа правду. И чтобы каждый человек мог обратиться в государственную структуру и решить свою проблему по закону. Какие-то вещи, чтобы были по закону. Ведь у каждого гражданина Казахстана есть свои конституционные права. Марина өзіне шабуыл жасалған кезде біздің Шымкент полиция департаментіне шағым түсіреді. Үйіне оқ атылып тұр. Қастандық жасалынып тұр ғой. Бірақ Шымкент полициясы келеді, суретке түсіріп алады. Болды. Ары қарай тергеп тексеру, кімдер шабуыл жасалған, кім келіп оқ жаудырған, оның барлығын анықтамайды, іс ашылмаған да тіпті. Сонда біздің айдың күн аманда адамдар келіп солай шабуыл жасап, қоқан-лоққы жасап, отбасымен қырып тастап кетсе де, біздің Шымкент полициясы оны зерделеп, кімдер бұны жасап жатқанын анықтамайтыны бұл күдік тудырады. Шында да бұл компаниялардың, бұл адамдардың артында кімдер тұр? Сонда қолдарында миллиардтап мемлекеттің қаржысын ұрлап жатқандардың қолдаушылары кім?
Неге бұның барлығын анықтамайды? Сонда мемлекеттің қаржысы ұрланып жатыр. Мына жаққа назар аударыңыз деген адамдарға қылмыстық іс ашылады, тіпті қудаланады, тіпті өміріне қастандық жасалынады, шабуыл жасалынады. Ал өзің арыз шағым жазсаң, мына жақта мынандай дүниелер болып жатыр деп айқайлап айтсаң, әрбір құзырлы органдардың есігін барып қақсаң, сенің арыз шағымыңды ешкім елемейді. Тағы да осылай жан айқайыңды жеткізсең, сені сотпен қудалайды. Ал судьялар адам құқығын қорғауының орнына, я, сен құқылысың, сенің басыңдағы болып жатқан әрбір заңсыздықты айтуға құқылысың деп сенің құқығыңды қорғаудың орнына судьялар барады да саған сен біреудің ар-намысын таптадың деп саған үлкен көлемде айыппұл салып береді. Мирғалиев мырза, осы ма әділетті Қазақстанның әділетті соттары? Меня никто не слушал. После видео с Айгуль Орынбек меня только тогда услышали. Ведь она борется за то, чтобы и без видео всех слышали. Но на данный момент пока это невозможно. Поэтому я очень благодарна и только могу сказать алға Қазақстан. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, квазимемлекеттік секторлар біздің мемлекеттік сатып алу порталдары арқылы көптеген жымқырулар, заңсыз әрекеттер жасап жатыр. Назар аударуыңызды сұраймын. Азаматтық қоғамда әділдік іздеген жанды қудалау, елдің болашағына жасалған қастандық. Марина Воробьева секілді шындықты айтуды тайса алмай, жемқорлық схемаларын әшкерлеген жандар мемлекеттің емес заңсыздықтың қысымына ұшырап жатса, бұл бәрімізге дабыл. Өйткені мұндай жағдайда әділдік үшін күрес жеке адамның емес, тұтас қоғамның міндетіне айналады. Сондықтан ел болып, адал кәсіпкерлер мен азаматтық ұстанымы бар белсенділерді қорғай білуіміз керек. Біз әділдікті талап еткендердің жан айқайына немқұрайлы қарамасақ қана шынайы құқықтық мемлекетке айнала аламыз. Кәсіпкер Марина Воробьеваның ісін жоғары сот пен бас прокуратура өз назарына алып, бұл мәселенің әділ шешілуін қадағалайды деп сенеміз.